Баршаңызға қайырлы күн. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін оразаның 16-шы күніне арналған ас мәзірін сіздерге ұсынамын. Біздің бүгінгі ас мәзірімізде арабтардың ұлттық тағамы капса, жұп-жұмсақ болып пісетін өте нәзік басбуса пирогы және пита наны. Кейбір жерлерде пита нанын базлама деп те атайды. Ең алдымен капса тағамын жасаймыз. Бізге керекті заттар: күріш, пияз, болгар бұрышы, қызанақ, өсімдік майы, тауық еті, тұз, куркума, паприка, қара бұрыш, кешью жаңғағы, мейіз, зіре және су. Қазанды отқа қойып, бір ожау өсімдік майын құямыз. Кешью жаңғағын салып, аздап қана қуырып аламыз. Содан соң пияз салып, араластырамыз. Куркума, қара бұрыш, паприка, зіре, мейіз салып, жақсылап араластырамыз. Пияз жақсылап қуырылып болған соң, болгар бұрышы, қызанақ және томат пастасын салып араластырамыз. Жылы су құйып, ет салып қайнатамыз. Етті суға салған соң, бір шай қасық тұз салу керек. Сорпа қайнап шыққан соң, астын төмендетіп, қазанның бетін жауып, 1 сағатқа бұқтырып пісіреміз. Біздің етіміз піскенше пирогымызды жасайық. Жарты стакан суға, жарты стакан қант және 1 ас қасық лимон сығындысын құямыз. Табаны плитаға қойып, қайнағанын күтеміз. Қантты сироп қайнап шыққан соң, оны 1-2 минут қана қайнатамыз. Егер осы уақыт аралығынан көп қайнататын болсаңыз, сіздің қантты сиропыңыз қою болып қалады. Ал енді пирогтың қамырын жасауға кірісейік. Пирогты жасап жатқанда бүкіл ингредиенттер бөлме температурасында болуы керек. Жұмыртқаны ыдысқа салып, 1 стакан қант салып, осы видеода көрсетілгендей етіп көпіртіп аламыз. 1 стакан айран және 1 стакан өсімдік майын құйып араластырамыз. Дайын болған массамызға құрғақ ингредиенттерді салып шығамыз. 1 стакан манная крупа, 2 стакан ұн, 2 ас қасық кокосовая стружка және 1 шай қасық ас содасын саламыз. Ұнды салған кезде біздің пирогымыз сұйық болып қалмауы керек. Ұнды пирогқа салған кезде ең алдымен 1 стакан ұнды салып, содан соң қалған 2 стаканды аз-аздан салыңыз. Себебі ұнның тығыздығы мен ылғалдығы әртүрлі болады. Менде бұл рецептте 2 стакан ұн қолданылды. Пирогтың қоюлығы осы видеода көрсетілгендей болуы керек. Дайын болған пирогты қалыпқа құямыз. Мендегі қалып диаметрі 23 сантиметрлі. Мен қалыптың астына пергамент қағазын төседім және қабырғасын майладым. Бұл пирогты миндальмен безендіруге болады. Пирогты 150 градус қызып тұрған духовкада пісіріп аламыз. Осы аралықта питенің қамырын жасайық. Ыдысқа 2 стакан жылы су құямыз. 1 ас қасық қант және 30 грамм тірі ашытқы саламыз. Сұйықтықты 5 минутқа жылы жерге қоямыз. Біздің ашытқымыз осылай көтерілуі керек. 2 ас қасық өсімдік майы, 1 шай қасық тұз және ұн салып қамыр илейміз. Бізде осындай жұмсақ қамыр шығуы керек. Қамырды орап, жарты сағатқа жылы жерге қоямыз.
Біздің пирогымыз да пісті. Пирогтың піскенін осылай шпажканың көмегімен тексеруге болады. Ал енді осы шпажканың көмегімен пирогтың бетін тесіп шығамыз. Алдын ала дайындап қойған пропитканы пирогқа құямыз. Дайын болған пирогты тоңазытқышқа 30 минутқа салып қоямыз. Сорпада 1 сағаттай қайнаған тауық аяқтарын 180 градус қызып тұрған пеште бетін қызартып алдым. Күрішті суға салғанда видеоға түспей қалыпты. Бұл видеода біз күрішті бұқтырып жатырмыз. Күріштің үстіне етті салып, қазанның бетін жауып, 15 минутқа бұқтырып қоямыз. Біздің қамырымыз да ашыды. Қамырды бірнеше бөліктерге бөліп дөңгелектейміз. Қамырлардың бетін осылай жауып қоямыз. Әрбір қамырды осындай жұқалықта жайып шығамыз. Қамырларды қызып тұрған табада осылай үздіксіз аудара отырып пісіріп аламыз. Міне, біздің баспуса пирогымыз да дайын. Бұл пирогтың қантты пропиткасы болғандықтан өте жұмсақ болып тұрады. Біздің бүгінгі ауызашардың 16-шы күніне арналған ас мәзіріміз де дайын. Сіздерге ас мәзірі ұнады деген ойдамын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Келесі кездескенше.